Мұхамбет пайғамбардың бірінші қатқа көтерілуі. Мұхамбет пайғамбар бұл көкке көтерілгені сол еді, жанынан бірнеше пырақ аттарды жетектеп, қолдарына тон жамылғы алып, кетіп бара жатқан періштелерді көрді. Бұл пайғамбардың жанарын еріксіз бұрды. Ол: «Әй Жебірейіл, бұлар қайда бара жатыр?» деп сұрады. Жебірейіл: «Алланың сүйікті достары келеді, соларды қарсы алуға бара жатыр» деді. Пайғамбар қақпа жанында қызығып қарап тұрды. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға жібектен тон кигізді, пырақ ат мінгізді, барынша құрмет көрсетіп жатты. Пайғамбар Жебірейілге: «Бұл сыйлы адамдар кімдер?» деді. «Дүниеде ата-анасын сыйлаған, солардың батасын алғандар. Кім ата-анасын құрметтесе, Алла оларға да осылай сый көрсетеді» деді ол. Пайғамбар ол үшін қатты қуанды. «Ата-анасын сыйлағанға мен де ізет көрсетемін» деп олармен сәлемдесті. Олар да пайғамбармен мейірлене көрісті. Бірінші қат көктің өне бойы қызыл жақұтпен безендірілген, етегі қызыл алтынмен әшекейленіпті. Оның бір ұшы көк тіресе, екінші ұшы жердің шыңырау түбіне жетеді. Мүбәрак оның ортасынан бір дарияны көрді. Дарияның тереңдігінің өзі 200 жылдық жол екен. Суы көгілдір реңге боялып, көркімен көз тартады. Жердегі аспанның түсі осы дарияның әсерінен көк түске боялып тұр екен. Жер жүзіндегі барлық асыл нұр осы дарияға жиналыпты. Пайғамбар дарияның жағасына келіп, оның сұлулығына тамсанып қарап қалды. Жебірейіл: «Бұл рақым дариясы. Кім дарияға шомылса, оған 8 жаннаттың есігі түгел ашылады» деді. Мұхамбет пайғамбар дарияға қолын алып жуды да, алақанын жайып: «Я Алла, үмбетім рақым дариясына шомылсын» деп дұға жасады. Жебірейіл: «Үмбетің ғұсылсыз жер баспаса, міндетті түрде рақым дариясына шомылады» деді. Осыдан бастап үмбетіне ғұсылмен жүруді міндеттеген екен. Пайғамбар дариядан өткен соң үлкен бір қазынаны көрді. Ол алыстан жарқырап, айналасына шұғыла шашып тұрды. «Бұл не?» деді пайғамбар. Жебірейіл: «Бұл су иесі Сүлеймен патшаның қазынасы» деді. Қазынаға қараса, оның әр сарайына 70 000 құлып салыныпты. Әр құлыпты 70 000 періште күзетіп тұр. Қазынаның ұшы қиыры жоқ. Жебірейіл: «Ей Алланың досы, сенің құрметіңе қазынаның барлық есігі ашылады. Қарап көр» деді. Сарайдың ішіне үңіліп еді, онда ақыл парасат, әдеп, көркем, мінез құлық, кешірім, мейірім, шапағат бар екен. Пайғамбар: «Сүлейменнің қазынасы деген алтын күміс деп ойлаушы едім. Бұл қалай болғаны?» деді. Жебірейіл: «Рас айтасың. Оның қазынасы қисапсыз алтын күміс, дүр гауһарға толы болды. Сүлеймен дүниеден өткен соң, оның қазынасын ұлық Алла бергі дүниеге алдырды. Бірақ алтын күміс бұл жақта бағалы зат емес. Хақ тағала барлық асыл тасты құдіретімен даналық пен хикметке айналдырды. Егер Сүлейменнің қазынасы тас күйінде қалғанда, жердегі адамзат пен жын пері оларға таласып, соңы жоқ соғыстан көз ашпас еді. Сүлейменнің қазынасынан түсіп қалған азын аулақ алтын күмістің өзі талай соғысқа себепші болады. Жалғанда дүниеде даналыққа көп адам құштар болмайды. Сондықтан олар осында сақтаулы» деді. «Сонда қалай, даналық хикметі ешкімге бұйырмай осында жата береме?» деді пайғамбар. «Жоқ, жер бетінде даналық іздеген адамның ақысы желінбейді. Оған жауапты періштелер жердегі пенденің жүрегін бақылап отырады. Егер бір пенденің жүрегі дүниеге құштарлықтан ада болса, соның кеудесіне даналықтың дәнін егеді. Оның хикмет кеудесі рухани қазынамен байыған үстіне байып отырады» деді. Пайғамбар: «Иә Тәңірім, үмбетім даналықты қаласа, кеудесін Сүлейменнің қазынасымен толтырғайсың» деп дұға тіледі.
ел аузында кеудесі ақыл-парасатқа толы адамды Сүлейменнің қазынасына жолыққан екен деп айтып жататыны осыдан екен деседі. Пайғамбар одан өтіп аспандай берді. Орта жолда бір қара тасты көрді. Тастан бір көк өгіз атып шықты. Ол шыққан бойда кері айналып қара тасқа қайта кірмекші болды. Бірақ кіре алмады. Мүйізі тасқа соғылғанда одан шарт етіп алапат от шықты. Өгіз одан сайын өршеленіп тасты сүзгілей берді. Болмаған соң өгіз өкіре түсті. Оның даусынан күн күркіреп зілзала басталды. Аспан асты мұң шер, қайғы басқандай қорқынышты күйгенді. Пайғамбар шошып кетіп, бұл не өгіз деп сұрады. Жебірейіл: қара тас адамның мысалы. Көк өгіз олардың сөйлеген сөзі. Пенде өтірік айтып өсек таратса, жүйесіз сөз осы көк өгіз сияқты иесін қайта айналып сүзеді. Керек десең, бір сөздің кесірінен соғыс оты тұтанады. Зілзала соны меңзеді. Қандай сөз сөйлесең де бәрінің есебі бар. Дүниеде, ақиретте шерменде қылады деді. Пайғамбар: менің үмбетім ғайбат айтып, ақиретте өкірген өгіздің кейпін кимесін деп күбірлеп бетін сипады. Әрі қарай жүріп еді, алдынан бір кісі жолықты. Оның қолында 2 кесе бар екен. Бір кеседе сүт, екіншіге шарап құйылыпты. Пайғамбар сүтті алып ішті. Шарапқа назар да салмады. Мүбарактың әрбір іс-қимылын бақылап келе жатқан Жебірейіл: дұрыс таңдау жасадың, Мұхамбет. Сүт жаннаттың шарбаты. Сүт ішіп, оны қастерлеу бұдан бұлай үмбетіңе сүндет болсын. Сүттің дәмі жұмақтың кәусарымен тең болады деді. Бір кезде пайғамбар отын жинап жүрген қарт адамды кездестірді. Ол зор мехнат тартып, арқасына отын артады. Жиған шөпшегін көтер алмай зорығады. Сонда да бұл жиғаным әлі аз деп, отынға көзі тоймай қу бұтақты тере береді. Жаңа бұтақты көрген сайын арқасындағы отынын ұмытады. Соның кесірінен жүгі ауырлап, жалп етіп құлайды. Пайғамбардың оған жаны ашып, жүгіріп барып көмектесті. Мүбарактың жанашырлығына риза кейіппен қарап тұрған Жебірейіл: Мұхамбет, бұл сенің дүние қоңыз үмбетің ғой. Ол бейшара тірісінде дүние мүлікке тоймаған. Қала берді, жиған дүниесінің ішінде ғарып міскіннің көз жасы бар. Жүгін ауырлатып тұрған нақақ көздің жасы. Жиғандарын бауырларымен бөліспеді. Өз рахатына да қимады. Өлгенше мал көбейтіп, ешкімге зекет бермеді. Енді мәңгі бақи осылай отын жинап қор болады. Онысы өзіне опа бермейді. Отыншы соның мысалы деді өкінішпен. Пайғамбар сонда да жаны ашып, оған мейлінше болысты. Бірақ отыншы сонда да тойымсыздығын тыя алмады. Отын жинап тәлтіректеп кете берді. Тіпті пайғамбармен ісі де болмады. Расул мен періште әрі қарай жүргенде құдық қазып жатқан адамды көрді. Ол құдығын машақатпен қазып болғаннан кейін маңдай терін сүртіп оған қауға тастады. Бірақ құдықтың бір тамшы да суы шықпады. Әлгі пенде қайта-қайта тастады. Ақыры болмағасын шөлдегеннен ерні кезеріп қайтадан құдық қаза бастады. Пайғамбар оны аяп кетіп жанына барды. Қолындағы қауғасын алып құдыққа тастайын деп оқталды да кенет тоқтай қалды. Құдықтың іші тола су екен. Пайғамбар таң қалып: «Ей Жебірейіл, бұл не хикмет? Құдық суға толы, ал мына бейшара шөлден қаталап бір тамшы су ала алмай зорығып тұр» деді. Жебірейіл басын шайқап: «Бұл құдықшы бақытсыз жан. Қауғасын қанша салса да өзі қазған құдықтан бір тамшы су іше алмай мәңгі бақи құр болады. Ол адам дүниеде талай жанға жақсылық жасаған бай болған. Бірақ жақсылығын міндет етіп, елден мақтау тілеп, өзгеден сый-құрмет дәметіп жүретін. Соның кесірінен игілігінің қайырын мәңгі дүниеде көре алмай сорлап отыр» деді. Пайғамбар оған жаны ашыған күйі қасынан өте берді. Бір уақытта пайғамбар бір бейбақтың екінші бір кісіге жабысып, соңынан қалмай жүргенін көрді.
Ол қайда барса да ақымды бер деп қасынан бір елі ажырамайды. «Ей, бұл адам саған не істеді?» деп сұрады. «Бұл кісіде менің алынбаған ақым бар» деді. «Қандай ақы?» «Бұл менің көршім еді. Алла оған байлық берді. Ауласынан үнемі ауқатты адамдар арылмайтын. Ал мен өте кедей, пақыр болдым. Күнде оның есігінен сығалап телміріп тұратынмын. Ол маған көзінің қиығында салмайтын. Бала-шағам аш жатты. Бір татым нанғазар болдым. Алла дәулетті бір басына үйіп төгіп бергенде, ішіне кедей-кепшіктің де несібесін берген еді. Бұл байлығын қажетсіз жерге шашты. Қияметте екеуміз қатар келіп, Алла берген сол көршілік ақымды сұрап жүрмін» деді. Пайғамбар бұрынғы байға қараса, мүсәпір күйге түсіпті. Көршісіне қарауға беті шыдамай, жүзі қарайып кетіпті. Пайғамбардың алдында жер шұқыды. «Алла елшісі, көрші ақысы тәңір ақысы. Көршісіне қарайласпаған, хәлін сұрамаған адам менің үмбетімнен емес» деді де жүре берді. Бір кезде қайнап жатқан екі қазанды көрді. Оның бірінде адал ет, екіншісінде ірің сасыған арам ет балбырап пісіп тұрды. Қазанды қалқалаған аш жұрт сасыған етке ұмтылып, таласып тармасумен болды. Пайғамбар бұған таң қалып, «Адал ас тұрғанда мыналар неге арамға ауыз салды?» деп сұрады. Жебірейіл: «Олар тірісінде өздерін арамнан тыймаған нас кісілер еді. Бұл дүниеде арам ас жесе, о дүниеде де лас ауқатты қорек қылады. Жеп отырғаны ет емес, көздеріне солай елестейді. Әсілінде бұлар тозақтың тағамдары, құсық, сасық және ірің. Осыны ішкеннен кейін мың өліп, мың тіріледі. Бұл дүниеде адалдан басқаны татып алмағандар жаннаттың ауқатын жейді» деді. Пайғамбар: «Менің үмбетім астың адалын жейді. Бісмілдасыз аузына дәм алмайды» деді де сапарын жалғастыра берді. Бір уақытта жібек қаптар арқалаған бір топ періштені көрді. Олар Мұхамбет пайғамбарға келіп сәлем берді. Жебірейіл: «Бұл періштелер жердегі адамның тілегін Аллаға жеткізуші. Адамның тілек талаптарын қаптарына толтырып, Алланың дәргейіне жеткізеді» деді. Пайғамбар: «Қандай тілекті жеткізеді?» деп сұрады. Ақ дастарқан басында айтылған тілекті, мазардың қасындағы айтылған ниетті, ауыр сапар мен сахардағы намаздың дұғаларын дорбаға салады. Алланың алдына барғанда осы дорбалар ашылады. Ұлық Алла оларды жауапсыз қалдырмайды» деді. Кімнің тілегі Алланың алдында мүлтіксіз қабыл? Адал ас жеген ақсақалдың, көп бала тапқан кейуананың, ниеті түзу жігіттің, ерін күткен адал жардың тілегі лезде қабыл болады» деді де: «Я Алланың сүйікті досы, Тәңірден уахи келді. Миғраж түні үмбетің үшін ерекше түн болсын. Бұл күні үмбетің қандай тілек тілейді, соны Құдай кері қайтармайды. Мына періштенің бәрі жерге түсіп, дорбаларын тілекке толтырады» деді. Осыдан бастап мұсылман үмбетінде Миғраж түні ерекше мәнге ие болыпты. Бұл хабарды естігенде пайғамбардың жүрегін қуаныш кернеп, екінші қат көктің босағасын аттады.